Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Мерей және бізде бүгін DIY. Бүгін біз сізбен бірге мынау тұрған пердені ауыстырамыз. Біз бүгін перде тігеміз, бірақ қорықпаңыз, тағы да перде тігеді екен деп қиын болады деген сияқты ойлар келіп, видеоны өшіріп тастамаңыз. Себебі сіздер білесіздер, мен тек қана оңай, креативный, күшті, керемет сондай идеяларды ұсынамын. Хотя біліп қалдыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан кішігірім предыстория айтып кетейін. Негізі біз бұл бөлмедегі пердені ауыстыру туралы ойламағанбыз, бірақ байқасаңыздар, бұл бөлмеде бізде жастықтарда осындай принт, яғни Пэрис, Биг Бен, Биг Бен, мына жерде, яғни Эйфелева башня, мына жақта Нью-Йорк, осындай, принт. И біз мама екеуміз мата қарап жүрген кезде мынадай матаны көріп қалдық. Бұл жерде, яғни Истанбул деген, и осы қаланың күшті жерлері көрсетілген, и просто тут город, там города. Сечете о чем я? И, қалдықта просто, о боже, үйдегі пердені ауыстыру керек дедік. Сондықтан тез результат көргіміз келіп тұр. Сондықтан бастайық. Сонымен достар, біздің бұл матамыздың ені 4 метр, ал ұзындығы 2,80 сантиметр. И біз бұның енін уже ортасынан бөліп қойдық 2 метрден етіп. Яғни бұл екі шеткі перде болады. Ал ішкі пердесінің мынадай жымпырақ линиялары бар күшті органзадан тігеміз. Және де бұның ені 6 метр, ал ұзындығы стандартный 2,80 сантиметр болады. И бұны, как всегда, тоже ортасынан бөлеміз 3 метрден етіп. Сонда ілініп тұрған кезде олай жиналып күшті болып тұрады. Күшті матая. Бірақ бұл матаны пока отложим и жаңа күшті принті бар матамызбен жұмыс істейді. Міне достар, айтқанымдай пердемізді уже тура ортасына 2 бөліп қойдық, бірдей етіп. Енді әрқайсысының ені 2 метрден, мынау 2 метр, мынау 2 метр и ұзындығы 2,80 сантиметр. Енді біз қазір не істейміз? Оны мына бір пердені шетке ала тұрайық, мынаның мысалында көрсетемін. Қазір пердемізді ұзыннан жайып алайық. Міне мынау біздің матамыздың ұзындығы, және де бұл үстелге сыймай тұрғаннан кейін мен матаны осылай 2 бүктеп қойдым, бірақ негізі бұлай бүктеудің қажеті жоқ. Біз қазір мына жермен жұмыс істейміз. Бұл жіптер шығып тұрған жері біздің жаңағы тура бөліп қиған жеріміз. Соны бұлай бүктейміз, яғни шамамен 5 сантиметрден бүктейміз и тағы бір. Астындағы жағына бұлай бүктеудің қажеті жоқ. Ол тек мына жағымен ғана жасалады. Сонда біздің екі пердеміз болып қосылған кезде тура ортасында осындай екі ақ жолақ тұратын болады. Енді біз осы жолақты шетінен ақ жіппен бұлай бастырып осылай тігеміз. По всей длине тігіп шықты. Енді біз қарама-қарсы жағындағы мынадай жіптер шығып тұрған шетін бұлай бір қайырып, одан кейін тағы қайырып 1 сантиметр етіп тігіп шығамыз. Шетін де қайырып тіктік. Енді қазір матамыз міне үстіңгі жағымен тұр. Бұл жағына біз карнизге ілу үшін арналған мынадай лентаны тігеміз. Ол үшін мына матамызды бір қайырамыз и мынадай лентамызды тоже былай қайырып жібереміз шетін и мынаған қойып тігеміз. Принті бар матамызды полностью біттік десек болады. Оның екеуін де бірдей етіп тіктік. Ақ жолағын, екі шетін, астын барлығын тігіп бітірдік. Енді мына керемет органзамызға өтсек болады. Бұл ішкі пердеміз. Бұны тоже 2 бөліп қойдық. Міне бұл жерде вообще проще простого, яғни біреуін алып тастап, мынамен түсіндіріп көрсетейін. Матамызды ыңғайлы болу үшін ұзыннан жайып алайық. Міне және де біз сатып алған кезде матаның астыңғы жағы уже қайырылып тігілген болып шықты. Яғни вообще круто. Сонда бізге қалғаны мынау шеттері бар емес пе? Мынау шеті и мына шетін ұзыннан осылай қайырып тігу. Жаңағы алдындағы принт матаныкымен бірдей етіп 1 сантиметр етіп қайырып тігеміз.
Және де жоғарғы жағына тура солай карнизге илетін лентамызды тігеміз. Мама тіктеп беріп жатыр маған. Тіккенді жақсы көремін, тіктегенді ұнатпаймын. Кто такой же, ставь лайк. Міне достар, перделеріміздің барлығын тігіп болдық. Принт матамызды да, органза матамызды да барлығын тіктік. Сонымен қатар үтіктеп те алдық. Енді бізге қалғаны мынадай ілгіштерді лентамызға іліп шығу. Және де бұл жерде ескеретін нәрсе, мына матамыз біздің ауыр. Бұның яғни іші атлас, немесе атлас, білмеймін. Ал сырты болса хб болғаннан кейін бұл өте ауыр мата. Сондықтан мынадай ілгіштерді жиі ілу керек. Яғни міне шетінен бастайсыздар. Көрдіңіздер ме, міне осылай жиі ілеміз, сонда пердеміз ілініп тұрған кезде түп-түзу болып, еш жері қисаймай, әп-әдемі болып тұрады. Сондықтан іліп шығайық жоғарғы жағына. Барлығы тігілді достар, барлығы дайын. Енді тек ескі пердені шешіп, жаңасын ілу ғана қалды. Сіздерге 11 секундта болады. Сонымен мінекей достар, менің керемет шедеврым дайын. Мен өте қуаныштымын, өте бақыттымын. Бөлмем жаңарып, бір керемет жаңа үйге көшкен сияқты сезім болып отырмын. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін, жасаңыздар, қолдарыңыздан келеді. Егер жасайтын болсаңыздар, мені обязательно белгілеңіздер. Ал бұл видеоға лайк және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі көріскенше, пока! Мен бақытты болып отырамын осы жерде.